Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұп-жұмсақ болып шығатын, алғашқы жасағаннан ақ сәтті шығатын ең дәмді творожный печеньенің, яғни сүзбеден жасалынатын печеньенің рецептісін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын. Және де осы рецепті сақтап алып, жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен творогымыздың үстіне, яғни сүзбеміздің үстіне шекерімізді саламыз. Оның үстіне сары май саламыз. Қаймағымызды саламыз. Мен 20% қаймақты қолданып жатырмын. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Содан соң блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз біркелікті, жақсы осылай араласуы қажет. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, осы ұнымызды массамызға салып отырып, лопатканың көмегімен алдын ала біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді таза пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды алып теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Дәл видеода көрсетілгендей осындай пергамент қағаздың үстіне жайсаңыздар болады. Егер бұндай қағаз болмаған жағдайда ұн сеуіп жайсаңыздар да болады. Ең бастысы біздің қамырымыз жабысып қалмауы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жайып болдық. Жандарымен осылай кесіп алып тастаймын. Осы кесіп алынған қамырды да содан соң печенье жасап шығамыз. Ортасына шекер сеуіп шығамыз. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Дәл қамырдың жартысына дейін орап кесеміз. Себебі барлығын бірдей орап тастайтын болсаңыздар, қамырымыз қалың болып, печеньеміздің ортасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай ортасынан кесіп алғандарыңыз дұрыс. Печеньелерімізді арнайы формамызға салып, алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Печеньенің қалыңдығы осылай болса жеткілікті. Дәл видеодағыдай. Достар, көріп тұрғаныңыздай біздің печеньеміз пісіп дайын болды. Бетіне осындай қант ұнтағын сүйіп шықсаңыздар болады, одан сайын дәмді болып шығады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.